Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер дәмі тіл үйрер восточный пирогын дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Бірінші қамырымызды дайындаймыз. Қажетті ингредиенттеріміздің мөлшерін описанияға жазып кетеміз. Ұнымызды алып, електен өткізіп, үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Үстіне қант қосамыз. Және қопсытқыш салып араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасында еріген сары май саламыз. Қолымызбен араластырамыз. Мынандай үгітілмелі қамыр болу керек. Үстіне бір тұқым жарып, тағы да қолымызбен араластырамыз. Жақсылап араластырып, пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Мен салмасынан өрік, чернослив және 2 түрлі жаңғақ алдым. Олардың барлығын уақтап кесіп аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, формамызға салып, әдемілеп аламыз да жандарына бортиктарын қалдырамыз. Ішін вилкаменен тесіп аламыз. Енді салмасын бөлек ыдысқа барлығын қосып салып, араластырып аламыз. Қамырдың үстіне салмамызды салып, үстіне сгущенка құямыз. Пешімізді алдын ала қосып 180 градусқа ысытып аламыз. Менің духовкамда пирогым 180 градуста 30-35 минутта дайын болды. Ал сіз өзіңіздің духовкаңызға қарайсыңыз. Дайын пирогымызды алып, суытып, кальцосын шешіп, кесіп, тарелкамызға саламыз. Кескенде өте жұмсақ және иісі хош иісті болады. Ішіндегі салмасы мол, ал қамыры өте жұмсақ. Сіздермен бірге болған Сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.